Бір ел бір кітап акциясы аясында қазақ прозасына өзгеше өрнек, сыр-сипат әкелген көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің классигі 2024 жылы 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілетін Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын оқу ұсынылды. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында өмірге келген. Орта мектепті де сол ауылда бітірді. Бала Бердібек анасынан 8 жасында айырылды. Және бұл қайғы оның өмірінің соңына дейін соққы болды. Бердібектің білімге деген сүйіспеншілігін оятқан ағасы Сатылхан. Алайда ағасы соғыс кезінде қайтыс болып, дүниеден ерте озды. Соқпақбаев бала кезінде көп қиындық көрді. Аштық пен ауыр еңбектің қиындықтың тауқыметіне ұшырады. Дегенмен ол өте білікті және қабілетті бала болып өсті. Жазушының тарихы күрделі емес, бірақ қазақ ауылының өмірі мен тіршілігінің көлемді бейнесі суреттелген. 16 жасар бала, бақыт жолы, өзім туралы повестері тек жасөспірімдердің ғана емес, сондай-ақ ересек қазақ оқырмандардың да жүрегінен орын тапты. Жазушының кітаптарында тәрбиелік мәні бар көсем сөздер мен тентек және күлкілі кейіпкерлер өмір сүреді. Кітапты оқығанда олардың жетістіктеріне қуанбау, қиындықтарына көңіл бөлмеу, оларды сүймеу мүмкін емес. Оқырмандарға ұсынылған тұрақты көрмедегі кітаптар QR-кодтармен кітап желісіндегі түсірілген киноның кейіпкерлері 3D форматында бейнеленді. Осындай небір қызыққа толы Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын отбасыларыңызбен бірге оқып, балалық шақтарыңызға саяхат жасай отырып, өсіріп отырған ұрпақтарыңызға да танытып, биылғы жылы ел болып оқуға баршаңызды шақырамыз.